Бүгінгі менің өтетін сабағымның тақырыбы қайырма жағаны өңдеу технологиялық бірізділігі. Тігін өндірісінің технология пәнінің іс тәжірибелік жұмыс. Сабақтың мақсаты қайырма жағаның өңделу технологиялық бірізділігін іс жүзінде көрсетіп үйрету. Мен сабағымды бастамас бұрын жаға туралы мәлімет беріп өтейін. Жаға деп адамның мойын ойындысында орналасқан иық бұйымның бір бөлшегі деп атаймыз. Жаға мойынды жартылай және толығымен жауып тұрады. Кейде ол мойынды тіпті жауып тұрмауы да мүмкін. Жағаның шығу тарихымен таныстырып өтейін. Ең алғашқы жаға 13 ғасырда мойын сызығындағы тар жолақтар тәрізді болып пайда болған. 14-15 ғасырда пайда болған жағалар ерлердің пиджактарына тән болған және аң терісімен немесе барқыт матадан жасалынатын болып өзгертілді. Жағалар әр түрлі киімдерде болады. Осыған байланысты олар әр түрлі әдіс тәсілдермен өңделеді. Жаға түрлерін атап өтейін. Қайырма жаға, шілтерден тігілген жаға, әр түрлі пішімдегі жағалар, таспамен өңделген жаға, тоқыма жіппен өңделген жаға, моншақпен өңделген жаға, алынып салынатын жаға, өлбір жағалар, кестемен өңделген жаға түрлері болады. Бұйымның алдыңғы бойымен құрастырылған жағалар сызбасы. Жеке сызылған жаға сызбасы. Қайырма жағаның өңделу бөлшектері тоқталып өтейік. Жағалардың үш тілде айтылуын тыңдап көрейік. Әріптесіме сөз кезегін берейін. Саламатсыздар ма? Мен ағылшын мұғалім Утешкалиева Альфия Максоловна. Мен жағалардың тілдерін үш тілде атап шығайын. Біріншісі қайырма жаға, отложной воротник, take-off кала. Екінші шәлі жаға, шалевый воротник, шейл кала. Үшінші апаш жаға, воротник апаш, пейдж кала. Төртінші тік жаға, стойка воротник, стенд кала. Енді қайырма жағаның өңделу технологиялық бірізділігін тігін машинасында іс жүзінде көрсетіп өтейін. Жағалардың бөлшектерін атап өтейін. Үстіңгі жаға, астыңғы жаға және желімді матасы болады. Менің қолымда көріп тұрғандарыңыз сіздер бұл жағаның лекаласы деп айтылады. Жағаны пішпес бұрын біз онлайн қашықтықта оқытып жатқандықтан тұрмыстық машинамен көрсетемін. Машиналар тұрмыстық және өндірістік болып екіге бөлінеді. Мен бүгін сол сіздерге тұрмыстық жағдайда өңдеу технологиялық бірізділігін көрсетіп өтемін. Жағаны пішу үшін матаны әзірлеп алуымыз керек. Матаның оң терісін дұрыстап қойып алуымыз керек. Бізде матада ескеретін жағдай, матаның шетінде жиегі болады. Бұл жиекте арқау жібі тігілген. Сол арқылы біз матаның созылатын, созылмайтынын ажыратамыз. Енді мен дайын лекалдардың көмегімен жағаны пішемін. Матаны екіге бүктеп жайып алдым. Арнайы түйреуіштердің көмегімен жағаны іліп аламыз. Біз жағаны пішкен кезде, жаңа мен айтып өткендей, матадағы жиегіне лекалдағы стрелканы параллель қоюымыз керек. Сонда біз арқау жібін табамыз. Жағаны мен мата үстіне қойдым. Енді мен жағаны пішемін. Бордың қалыңдығы бізде 1 мм-ден аспау керек. Дүзулеп, лекалдың көмегімен жағаны сызамыз. Біздің лекалымыз мата үстінен жылжып кетпеу керек.
Бізде жағамызда мойын ойындысына қондырылатын кертпелер болады. Міндетті түрде біз кертпелерін белгілеуіміз керек. Мен жағаны сызып болдым. Енді жаңа белгілеген кертпені ішкі жағына қарай түсіреміз. Енді мен жағаны кесемін. Бізде тігіншілерде қайшымыз өте өткір, жақсы болу керек. Біз үстіңгі жағаның белгі салып аламыз. Астыңғы жағадан ажырату үшін. Жағамыздың оң терісі ауысып кетпеу үшін арнайы белгілер қоямыз. Біз жағамызды пішіп болдық. Енді тағы бір айта кететін, жағамыздың формасын сақтап тұру үшін, жаға созылып кетпеу үшін біз желімді мата жапсырамыз. Желімді матамызды арнайы лекалдың көмегімен пішіп аламыз. Желімді матамызды пішіп алдық. Енді біз желімді матамыздың астында көріп тұрғандай клей жағылған. Астыңғы жағаның теріс бетіне желімді матаны қойып, ыстық үтіктің көмегімен жабыстырамыз. Астыңғы жағаға желімді матаны жабыстырып алдым. Астыңғы жағаның шеткі қиықтарына желімді матаны 5 мм жеткізбей жабыстырып алдым. Себебі қазір біз тіккен кезде жағамыз қалың болып кетпеу керек. Сол себептен біз тігіске берілген қосымшаға желімді матаның жабыстырудың қажеті жоқ. Енді біз жағамызды түзу тепшіммен көктеп тігіп аламыз. Ең бірінші айтып кеткендей, мен астыңғы жаға бізде үстіңгі жаға астыңғы жағаға қарағанда бізде үлкен болып келеді. Сондықтан біз үстіңгі жағаны отырғызып тігуіміз керек. Себебі неде? Бұл себебін айтып өтетін болсам, біздің жағамыз дұрыс тігілмесе, үстіңгі жағаға отырғызу берілмесе, біздің жағамыз сыртқа қарай қайтарылып кетеді. Сол себептен біздің астыңғы жағадан үстіңгі жаға үлкендеу болу керек. Астыңғы жаға мен үстіңгі жағаның оң беттерін беттестіріп, белгілер бойынша түйреуішпен түйреп алдық. Енді жағамызды түзу тепшіммен көктеп тігеміз. Жаға бұрышын теңестіре отырып, үстіңгі жағамыз үлкен болғандықтан отырғызып тігеміз. Тігіс ені 7-10 мм-ден аспау керек. Жібімізді тартпай тігуіміз керек. Астыңғы жаға мен үстіңгі жағаның қиықтарын теңестіріп отырып тігуіміз қажет. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жағамыздың ұшына отырғызамыз.
Түзу тепшім бізде уақытша тепшімге жатады. Жағамызды машинамен тіккеннен кейін жібімізді сөгітіп алып тастаймыз. Біздің жағамыз дайын болды. Мен бағана айтып өткендей, жаға ұштарын посадкаға беріп тіктім. Себебі біздің үстіңгі жағамыз артық болу керек. Жаға жақсы жату үшін бұйымда. Енді біз дайын болған жағаны машинада тігеміз. Жаңа өздеріңіз көріп тұрғандай көктеу жібіне мен 7 мм тіктім. Егер біз машинаға салған кезде көктеу жібі тез сөгітілу үшін 1 мм жеткізбей машинада тігеміз. Тігісті бастаған кезде міндетті түрде бекітпей береміз. Жаға бұрышына келгенде дұрыс айналдыруымыз керек. Тігісімізді аяқтаған кезде тігіс аяғына бекітпей береміз. Бұл біздің тігісіміздің сетінеп кетпеуінен сақтайды. Біз жағамызды тігіп болдық. Көктеген жіптерімізді сөгітіп алып тастаймыз. Жағаның ұштары қалың болып кетпеу үшін жаға бұрышын тігіске 1-2 мм жеткізбей кесіп аламыз. Енді тігілген жағамызды оң бетіне айналдырамыз. Жағаның бұрыштарын оң бетінде әдемілеп иненің көмегімен тегістеп шығарып аламыз. Бұл жерде ескертетін жағдай, біз тігісімізді іліп алмауымыз қажет. Жаға бұрыштарын шығарған кезде. Шығарып алғаннан кейін тегістеп үстіңгі жаға жақтан 1-2 мм тігісімен жиек шығарамыз. Жиек шығару үшін біз қиғаш тепшімен көктеп тігіп шығамыз. Қиғаш тепшімен көктеп тігу себебіміз, қиғаш тепшім бізде жиекті тай кетпеу үшін берік сақтап тұрады. Сол себептен қиғаш тепшімен көктейміз. Қиғаш тепшімнің ені 5 мм-ден аспау керек. Қолымызбен жиегін әдемілеп тегістеп шығарамыз. Жағамызды қиғаш тепшіммен көктеп тігіп алдық. Енді дайын болған жағаны үтікпен бастырып үтіктейміз. Біздің қайырма жағамыз дайын болды. Қиғаш тепшімен сөгітіп алып тастап, және бір рет бастырып үтіктедім. Егер сіздер назар аударсаңыздар, үстіңгі жақта 1-2 мм
жиек шығардық. Оң бетінен қарамыздың үстіңгі жаға артық қалады астыңғы қиығынан. Оны біз кеспеуіміз керек. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Үй тапсырмасы. Бүгінгі өткен қайырма жағаға нұсқау карта құрамыз.